Егер үйіңізде варенье болса, мына тамаша пирогты жасап көріңіз. Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте қарапайым, әрі оңай, тез дайын болатын пирог рецептімен бөлісемін. Үйдегі бар заттан жасалады және де кез келген варенье түрін қолдансаңыз болады. Қарапайым қолжетімді заттардан ақ осындай үгілмелі жып-жұмсақ варенье қосылған пирог дайындаймыз. Мені қолдау мақсатында каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Варенье қосылған үгілмелі пирог үшін бізге мына заттар қажет болады. Алдын ала електен өткізілген жоғары сұрыпты бидай ұны 420 грамм, сосын қопсытқыш разрыхлитель 2 шай қасық және 82% сары май 180 грамм көлемде керек. Сосын шым-шым тұз қажет болады. Қант 200 грамм керек болады. Және де бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа қолданамыз. Ең алдымен ұнның үстінен 2 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Сосын шым-шым тұз қосамыз. Қант қосамыз. Бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Сосын біз холодильниктен шығарғанына қатып тұрған сары майымызды үкіштен өткіземіз. Барынша осындай холодильниктен шыққан қатты сары майды қолданыңыздар, сонда қамырыңыз еріп кетіп, балқып кетпейтін болады. Өзінің формасын жақсы ұстайды және де үгілмелі қамыр болып шығады. Және ең бастысы, мұнда қамырды қатты көп илемейміз, тек қана барлығы біріктіргенше илейтін боламыз. Міне сары майды үкіштен толықтай өткізіп шықтым. Енді қамырмен бірге жақсылап араластырып шығамын. Міне толықтай араласып шықты. Осындай құм сияқты шашырап төгіліп тұру керек. Енді 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Ұнымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып біріктіреміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Қатты қамыр болып бірігуі шарт емес, тек өзі үгілмелі қамыр болғандықтан тез шашырап, тез үгілуге бейім болады. Сондықтан тек қана осылай қолмен басып жабыстырып біріктірсеңіз болды. Сосын холодильникке жарты сағатқа, 20 минут жарты сағатқа қойып қоямыз. Холодильниктен қамырымызды шығардық және де противенге пергамент қағазын төседік. Мұнда алдыңғы печенье пісіргеннен орындар қалып кеткен, мән бермеңіздер. Бастысы өзінің қызметін жақсы атқарады, әлде жарамды. Сонымен біз терка, яғни үккіш аламыз. Қамырымыздың 3/2 бөлігін аламыз. Ол қамырдың астыңғы бөлігі болады. Сіздер ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады, мясорубкадан, немесе осындай үккіш арқылы өткізіп шықсаңыздар болады. Жуан жағынан өткізе беріңіздер. Міне астыңғы бөлігін үккіштен өткізіп шықтық. Енді өрік вареньесін мен қолданамын. 300 грамм. Сіздер кез келген үйдегі бар вареньені қолдансаңыздар болады. Осылай жұқа етіп жағып шығатын боламын. Енді қалған үстіңгі бөлігін мен де үккіштен өткізіп шықтым. Соны бетіне сеуіп шығатын боламыз. Міне біздің пирогымыздың формасын келтірдік. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қалдыртып қоямыз. Және де 30-35 минут көлемінде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің варенье қосылып жасалған пирогымыз дайын. Өте үгілмелі жұмсақ пирог болып шығады. Ыстық кезінде әсіресе өте жұмсақ, ал суыған кезінде сырты қатты болады. Қазір пирогты кесіп көрсетемін. Ыстық болғандықтан тез бөлініп кетуі мүмкін. Дегенмен ыстық күйінде де шаймен жеуге ұсынсаңыз болады. Суыған кезінде де ұсынсаңыз болады. Өте оңай әрі тез дайын болатын пирогтың бірі. Кез келген үйдегі бар варенье түрімен жасай берсеңіз болады. Әсіресе осы өрік вареньесімен және де шие вареньесімен өте дәмді болады. Бұл пирогты өзіңіз қалаған формада, тіпті кекс түрінде де пісіріп алуға болады. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай әрі тез және де өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма міндетті түрде тіркеліп өтіңіз. Лайк, пікір қалдырыңыз, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.